Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Всем здравствуйте, мои дорогие YouTube зрители. Мен сіздермен бүгін семифреда атты балмұздақтың рецептімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен ол балмұздақты дайындау үшін бізге міндетті түрде осы жұмыртқаларымызды жылы сумен, содамен тазалап алу қажет. Я хочу делиться с вами сегодня мороженым, которое называется семифреда. Сначала мы должны на теплой воде обрабатывать яйца. Себебі бұл жұмыртқалардың сыртында зиянды бактериялар көп болады. Потому что в яйцах находятся очень вредные микробы, бактерии и так далее. Негізінде осы жұмыртқаның арнайы өзінің тазалайтын Ника атты қоспасы болады, бірақ ол әркімнің қолына тие бермегендіктен үй жағдайында қарапайым осындай тәсілмен жуып тазалаймыз. Вообще-то есть специальное средство, которое называется Ника для обработки яиц. Но это средство не у каждого есть, поэтому мы дома таким простым способом будем обрабатывать их и хорошенько обсушить. Жұмыртқаны осылай жақсылап құрғатуымыз керек, өйткені қазір ақуыз бен сарыуызды бөлген кезде ақуызға бір тамшы болса да су тимеу керек. Оны миксерлеген кезде су тиген жұмыртқаның ақуызы ешқашан көпірмей қояды. Яйца обязательно должно быть очень сухим, потому что если хоть капелька вода попадет в этот белок, оно потом не взобьется. Кішкене шым-шым тұз қажет. Бұл жұмыртқамыздың жақсы көпіруіне көмектеседі. Добавим щепотки соли, потому что оно помогает белкам взбиться до плотной массы. Рецептің барлығын описание бөліміне қалдырып қоямын, міндетті түрде қарап, жағдайында жасап көріңіздер. Келесі видеоларда сіздерге бұдан да оңай жолмен, оңай тәсілмен жасалынатын балмұздақтың түрлерін көрсететін боламын. Рецепт я обязательно оставлю в описании. В следующем видео я вам покажу, как можно делать еще из доступных ингредиентов мороженое. Ақуызды міндетті түрде миксерді жылдамдығын бірден емес, жайлап сливки сияқты етіп, бірте-бірте қоса отырып, осындай өте қатты болғанша шайқаймыз. Белки не надо сразу взбивать на высокой скорости. Мы должны его, как сливки, взбивать, постепенно добавляя скорость до такой плотной массы. Енді жұмыртқаның сарыуызына қант ұнтағымызды шетінен қоса отырып, әбден аппақ болғанша осылай шайқаймыз. Бұны бірден қатты жылдамдықпен шайқай беруге болады. Желток можно взбивать сразу на высокой скорости, добавляя сахарную пудру до кремообразной структуры. Әдемі крем болғанға дейін осылай ұзақ уақытқа дейін шайқаймыз. Мына, қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Вот теперь и все. Енді кілегейді де тура жұмыртқаның ақуызы сияқты миксеріміздің жылдамдығын бірте-бірте қоса отырып, өте үлкен жылдамдыққа дейін апарамыз дағыны, оны да шайқаймыз. Теперь сливки тоже будем взбивать как белки, постепенно добавляя скорость миксера. Перевзбивать тоже не надо. Тым көп шайқай беруге болмайды, өйткені ол іріп кетеді. Енді балмұздақтың ортасына жаңғақ, кептірілген жеміс және де балғын жидектер қосуға болады. Тек қана тоңазытқыштағы қатырылған жеміс жидектерді қолданбаңыздар. Сюда теперь можно добавить орехи, цукаты, свежие ягоды. Только не надо добавить замороженные ягоды. Можно свежую клубнику, малину, черешню.
Кептірілген жеміс екінің біріне ұнай бермейді, өйткені ол кішкене қышқылтымдан береді. Цукаты для любителя, потому что оно дает немножко кисловатый вкус, поэтому можно и без него. Бұл балмұздақ негізінде кәдімгі үлкен торт балмұздақ. Сондықтан да үлкен бір силиконды формаға құюға болады. Егер де сіздер пластмасса не болмаса темір ыдысқа құйсаңыздар, онда міндетті түрде астына пищевой пленка төсеу керек. А вообще-то этот рецепт предназначен для большой торт на основе мороженого. Поэтому его можно заливать в единую силиконовую форму. Если вы собираетесь переливать его в пластиковую или железную емкость, то внутреннюю часть формы необходимо застелить пищевой пленкой. Бұл балмұздақтың дәмі тура дүкеннің ностальгия балмұздағынан аумайды. 6 не болмаса 8 сағатқа қатырып қоямыз тоңазытқышта. Это мороженое ничем не отличается от магазинного мороженого ностальгия. Заморозить на 6 или 8 часов в морозильнике. Балмұздақтарды құйып болғасын ортасындағы ауаларды осылай шығарып тастаймыз. Вот так мы удаляем воздух посреди заливки мороженого. Астарыңыз дәмді болсын. Всем приятного аппетита. Жасап көріңіздер. Попробуйте, экспериментируйте. Осындай керемет дәмді балмұздақтың авторы Татьяна ханымға үлкен рахмет. Большое спасибо госпоже Татьяне, автору такого вкусного мороженого.